Құлдықта өткен қыз ғұмыры 2. Болған оқиға. Мен квартираға бара салып Айгүлге әкемнің рұқсат бергенін айттым. Екеуміз қуанып, құшақтасып секіріп жатырмыз. Біз енді ол үйде тұра алмайтын болып, басқа жалдамалы пәтер іздедік. Тапқан соң ешкімге сездірмей заттарымызды шетіне тасып тастадық. Зат болғанда киімдері ғана ғой. Тіпті Айнұрға да ештеңе айтпадық. Өйткені ол өте жалтақ, қалтырап дірілдеп білдіріп қоюы мүмкін еді. Ал енді біз Гүлшехраның үйде болмауын күттік. Бір күні бәрі бір жаққа кетіп, үйінде Тимурдан басқа ешкім қалмады. Ол ұйықтап жатқан. Айнұрды жайлап, бөлмемізге әкеліп бәрін айтып бердік. Ол байғұс не қуанарын, не жыларын білмей тұр. Қорқынышы басымырақ. Ұстап алса ше, біліп қойса ше, қазір алдымыздан шықса ше деп тартыншақтай берді. Сонымен мен оларды автобекетте күтетін болдым. Айнұр мен сыңарым Айгүл екеуі үйден жайлап шығып, көшеге қарай жүгіреді. 2 деген автобус жүргелі тұр екен, секіріп мініп алады. Автобекетке келіп, Қызылорданың автобусына отырады. Ол жерде мен күтіп тұрдым. Автобусқа кіре салып, Айнұр орындықтың артына тығылып отыр ғой. Әрең дегенде орындыққа отырғыздық. Сонда Айгүл сыңарым: "Қорықпасай, неге қорқа бересің? Біз өз елімізде жүрміз ғой. Ол апаң келген күнде де бізге ештеңе істей алмайды. Болды, ұмыт, ол қақпасты" дегенде барып Айнұрдың дірілі басылғандай болды. Негізі Айгүл маған қарағанда пысықтау болатын. Егіздерде солай ғой, біреуі пысық, екіншісі бостау келеді. Айгүлдің мінезі әкеме тартқан өткір. Бір айтса, соны орындамайынша тыным таппайтын. Айнұрды да сол сыңарымның арқасында алып қаштық. Айгүл қанша өжет болғанымен, жүрегі өте жұмсақ әрі әділетті қыз. Дұрыс емес нәрсені көрсе, сөйлемей қалмайтын. Алып қашу операциясында осы сыңарым жоспарлады. Бірнеше сағатта ауылымызға да жетіп келдік. Айнұр келгенше ұйықтап келді. Әбден шаршағаны көрініп тұр. Біздің қуанышымызда шек жоқ. Бір жағы мақтанышта бар. Осында ерлік жасағанымызға екеуміз де мәзбіз. Бір-бірімізге қарап көзімізді қысып қоямыз. Әке шешем бізді құшақ жая қарсы алды. Анам ұрсатын шығар деп ойлап едік. Жоқ, әкем әбден түсіндірген-ау. Күліп қарсы алды. Айнұр қорқақтап Айгүлдің артына тығылып тұр. Негізі ол басқа үйге құлдыққа келдім деп ойлаған екен. Сонда да қазағым ғой, Гүлшехра сияқты қорламайтын шығар деп ойлапты. Анамның жылы шырайына қарап аң-таң, әлі де сенбей тұр. Анам: "Айнұр, қызым, жүр үйге. Сендерге ет асып қойдым. Менің қызымның аттасы екенсің ғой. Енді менің 3 қызым бар. Сен де менің қызым боласың" дегенде Айнұр анамның аяғын құшақтай салып өкіріп жіберді. "Қой балам, мұның не? Тұра ғой. Жаным, алтыным сол, жылама. Енді сенің әр көз жасың үшін мен жауаптымын, қызым" деп Айнұрды иығынан ұстап тұрғызып жатыр. Бәріміз жылап тұрмыз. Әкеме қарасам, қол орамалмен көзін сүртіп жатыр екен. Біз негізі Қызылорда облысында Қожакент ауылында тұрамыз. Қожамыз. Әкемнің аты Сәруар, анам Назым. 2 ұл, 2 қызбыз. Енді міне 5 болдық. Айнұр әп сәтте үйге сіңісіп кетті. Әрине, біздің жылулығымыздың арқасында. Бірақ сонда да кейде анам бізге айғайлап ұрысса, Айнұр қорқып тығылып қалатын. Ана болған соң ұрсады ғой енді. Кейін Айнұрдың көзінше ұрыспайтын болды. Тек көзімен қорқытатын. Айгүл екеуміз қай жаққа барсақ та Айнұрды етіп жүретінбіз. Киноға, концертке, отырысқа, дискотекаға. Әкем өзі рұқсат беретін. Айнұрды елмен аралассын, ашылсын дейтін. Алғаш келгенде Айнұрдың жауырыны ісігеді. Қойшылар тепкен екен. Басынан да теуіпті оңбағандар. Анам жаны тынбай әбден емдетті. Басын емдеткен соң ғана Айнұр ашық сөйлеуді үйренді. Алғаш келгенде тұтығып, сөзінің жартысын жеп қоятын. Соңына шейін айтуға қорқатын. Не бір психолог, невропатологтарға апарып, солардың берген дәрілерінің арқасында адам қатарына қосылды. Бір күні үй ішімізбен Апанғақ деген
ем суға бардық. Шипажайы да бар екен. Сол жерде әкем бұрын бір ауылда өскен досымен кездесіп қалды. Екеуі амандық сұраса келе, әкем бізді таныстырды. Мынау менің үлкен қызым Аяулым. Айнұр екеумізді шатастырмау үшін солай атап кеткенбіз. Дегенде Айнұрдың қуанып, әкемді құшақтап еркелегенін көрсеңіз. Әкем, Алла қаласа осы қызымды өз қолымен ұзатсам деймін. Үлкен той жасап беремін дегенде әлгі досы қуанып кетеді. Құдай-ау, онда құда болайық та, менің де ұлым бар, осы жерде жүр. Жастарды таныстырып көрейік, бірін-бірін ұнатып жатса көре жатармыз деп баласын шақырады. Сонымен екі жасты таныстырып, бір айдан соң біздің үйге құда түсіп келеді. Той күнін белгілеп, әп сәтте үлкен тойға дайындық басталып кетті. Әкем дүркіретіп Айнұрдың тойын жасап берді. Кетерінде Айнұр микрофонды алып: «Әке, ана, сіздерге алғысым шексіз. Мені өз қыздарыңыздан да артық көрдіңіздер. Алла разы болсын. Сіздерге өмір бойы қарыздармын. Балалар үйінде жүргенде әке шешем болса, тойым болса, той көйлегін кисем деп армандаушы едім. Сіздердің арқаларыңызда арманым орындалды. Айгүл мен Айнұрға да алғысымды білдіргім келеді. Екеуің де нағыз қазақтың Әлия мен Мәншүгіндей батырсыңдар. Аллам сендерді кездестіргеніне мың шүкір. Мүмкін сендер болмағанда мен осы уақытқа дейін тірі жүрмес пе едім. Назым анам емдетпегенде мен әлі күнге дейін есерсоқ болып жүрем едім. Бірақ менің тағы бір өтінішім бар, арманым бар. Ол Жұмагүл бауырымды табуыма көмектесіңіздер. Әжем қайтыс болғалы, оның қай жақта екенін білмеймін деп тағы да ұзақ тілегін айтқанда, елдің бәрі жылаған. Құшақтасып ұзақ қоштастық. Сонымен Айнұрымызды ұзаттық. Әбден бауыр басып қалған екенбіз. Біразға шейін орны білініп, арасында көз жасымызды сығып алатынбыз. Енді Айгүл сыңарым Жұмагүлді іздеуге көшті. Жалғасы бар. Назарларыңызға рахмет. Жалғасын күтіңіздер.